Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, өте дәмді, қытырлақ болып және суы мөлдір болып шығатын қиярлар мен қызанақтарды бірге жабатын боламыз. Әрине, әркімнің өз қияр тұздау әдісі бар. Сонда да мен өз әдісіммен бөліскенді жөн көрдім. Дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, банкаларыңыз атылмай жақсы сақталатын болады. Ең алдымен қияр мен қызанақтарымызды жақсылап жуып, салқын суға салып қоямыз. Мен 4 сағаттан аса салқын суға салып қойдым. Одан кейін қиярларымыздың екі жағын осылай кесіп тастаймыз. Банкаларымызды жабуға бізге сарымсақ, лавр жапырағы, 70% уксус, болгар бұрышы, аспирин таблеткалары, қант, тұз, ірі қара бұрыш және хрен жапырағы мен зонтик укроптар қажет болады. Алдымен банкаларымызды жақсылап тазалап жуып, осылай банкамызды 10 минут булап аламыз. Қақпақтарымызды да ыстық суға салып қоямыз. Буланған банкымызға зонтик укробын осылай саламыз. Оның үстіне хрен жапырағын да бөліп саламыз. Одан кейін қиярларымызды орналастырамыз. Қиярларымызды тығыз етіп саламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Қиярлардың үстіне шағын қызанақтарды да салып шықтым. Қызанақтарды да тығыз етіп салуға болады. Болгар бұрышын да 4-ке бөліп саламыз. Сарымсақтың да 2 данасын салып шықтым. Лавр жапырағының 2-3 данасын салдым. Мен 2 литрлік банкіге дайындадым. Егер сіздер 1 литрлік банкіге дайындайтын болсаңыздар, осы заттардың жартысын саласыздар. Енді үстіне қайнаған су құйып, қақпағын жауып қоямыз. Осылай ыстық суда 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. 15 минут өткен соң суын ыдысымызға құйып аламыз. Көбісі бұл суды төгіп тастайды, ал мен оны қайта қайнатамын. Сол кезде қиярларымыз қытырлақ, әдемі болып, суы мөлдір болып сақталады. Менің құпия әдісім осы. Осы суымызға 1 қасық қант, 2 қасық тұз салып, отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Су қайнаймын дегенше, банкамызға 1 штук аспирин, қара бұрыш және 1 шай қасық уксусымызды құямыз. Дайын болған сиропымызды бір араластырып, жаңағы банкамызға қайта құямыз. Арнайы банка жабатынның көмегімен қақпақтарын жақсылап бекітіп аламыз. Ауа кіріп кетпейтініне көз жеткізіп алуымыз қажет. Банкамызды міндетті түрде төңкеріп қоямыз. Және үстіне жылы көрпе немесе одеял жауып қойсаңыздар болады. Жылда осы әдіспен басамын. Атылмайды, суы мөлдір, қияры қытырлақ болып шығады. Сіздерге де осы әдіспен басып көрулеріңізге кеңес беремін. Және қияр басқанда сіздер қандай әдіс қолданасыздар, комментарийге жазып, өз әдістеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.